Сәлеметсіздер, құрметті халқым, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бөлісетін нәтижеміз Кәрібай деген ағамыз 66 жаста, ұзақ жылдан бері ауырып қатты қиналып жүрген екен. Кентаудан келдіңіз аға, иә? Бізге келгенде негізі таяқпен келген. Неше күнде тастадыңыз таяқты? Bir günden кейін ақ тастадым. Bir күннен кейін, бір массажда тастадым дейді. Енді таяқты ұзақ ұстамаған, бірақ ұзақ уақыт ауырып жүрді. Бір 2 апта болды, таяқ ұстап қалдым деп келді. Маған келгенде настроениесі жоқ, қабағы түйіліп, сөйлемейді. Ана бажаңыз ба нақсы? Қайным. Қайын, қайын алып кетті мына кісіні. Қайын емес, балдыз деп айтады ол. Балдыз алып кетті бұл кісіні. Балдызы жөреше жүрдеп сүйреп алып кетті, жездесінің ауырып жүргенін көріп. 18 жыл шахтада істеген екен. Солай ғой, аға? Бұл кісінің 18 жыл шахтада істедім, аяғымыздан әптен суық өткен, ылғи ауырып жүреді дейді. Өстіп ауырса да жүре береміз ғой біз қазақ. Сосын ұйықтай алмайын дейді, түнімен қақсайды, сосын спирт жағамды әйтем, бүйтем дейді. Сол жақ аяқ ауырып, бел ауырып, қисайып таяқпен келген, бір массажда таяғын тастаттық. Біздің мастерлер өте маладес. 7-8 жыл, одан да басқасы, 7-8 жыл панкратит болып ауырады екен. Оң жақ, сол жақ пұрсты беріп ауырады дейді. 2 мәрте больницаға жаттым дейді, шлангы тықты, айтты, бүйтті, шықырлысын тексереміз дейді. 10 күн система укол салды, чүт қалды дейді операция жасауға. Солай ғой? Содан отказ беріп, менікі жай ғана суық шаншу деп операция жасатпай шықтым дейді. Сөйтіп бізге келгенде ішім бәрі шаншиды деп айтқан есімде. Қазір шанши ма? Жоқ. Bir günden кейін, 2 күннен кейін қойды шаншу уже. Көрдіңіз ба? Сондықтан кейбір ауруларды не деп айтсам, нүктеден, мысалы, мына жер ауырып тұрса, оның артындағы нүктесіне суық тисе, мына жақтан сигнал беру мүмкін. Сондықтан диагноз таппай қиналатын со ғой. Медицинада кінәлауға болмайды. Өйткені оларда нүкте, жылу, қуат деген ұғым жоқ қой. Қытай медицинасында егер жаңа нүктелерге суық тисе, ол сол нүктелерге қатысты жүйелерге симптом береді. Сондықтан мына жерде медицина диагноз таппай қиналатын сол. Бізде не істейміз? Барамызда нүктесін тауып жасап көреміз. Үлкен выключательден табылса, бірден содан жазылып кетеді. Егер үлкен выключательден жазылмаса, онда сол ауырып тұрған сол маңайын емдейміз. Ауырып тұрған сол маңайын әрине сол орынға кеткен болса, ұзақ уақыт емдейміз. Оның бәрін сабақта түсіндіріп айтам. Кез келген адам оқып, бұны түсініп алса, кез келген адам өзін-өзі емдеп алады. Ағаның сосын тізесі ауырып жүрген, тізесіне бір мәрте блокада қойып тастады. Бірақ ешқандай нәтиже болмады дедіңіз, иә? Одан бетер ауырдым дейді. Сөйтіп бұл кісі 10 шақты жыл сол жақ аяғы ақсақтап ауырып, соңғы 2 апта жаңа таяқ ұстап қалғанда балдызы бізге алып келді. Қалеке деген. Енді ішінің ауырып жүргеніне просто беріп, панкратит болып ауырып жүрген 7-8 жыл болыпты. Қазір жақсы міне ағамыз. Өзінің аузынан 1-2 ауыз сөз тыңдайық. Құдайға шүкір, осы қызға келгеннен бері нарда бір жігіт бар екен. Қанатбек аты? Парасат. Парасат. Өте жақсы, осы Тошкиден массаж жасап, 2-3 күнде бәрін қойдырды. Қазір мен 14 күн қабылдадым, Құдайға шүкір. Қазір 5 этажға дейін жүгіріп шығуға шамам келеді. Тамаша. Осылай күліп, жүзіңізден күлкі кетпей, жақсы қартайып, ақсақал болып, жұртқа балашаға кеңес беретіндей, ақыл беретіндей, үлкен салиқалы қарт болып, әрине немерелерге ата қажет, жақсы. Аман сау болыңыз, ауырмаңыз. Рахмет қызым. Кеңтау қаласында халыққа насихаттаңыз. Осындай қарапай массажмен жазылып кетуге болады екенде. Рахмет сіздерге. Нағыл деймін сіздерге. Мынау табыста үлкен нәтижеге жете беріңіздер. Мынау Құда қаласа қолдарыңыздың шипасы бәр уақытта ем болсын халыққа. Бәр уақытта осындай алғыс ала беріңіздер. Рахмет сізге. Науқастың саны азайсын деңіз. Науқастың саны азайсын деңіз. Қазақ ауырмасын. Қазақ ауырмасын. Қазақ бәр уақытта жазып шауыр. Қазақтың мінген түйе болсын, сауғаны бие болсын, басқа нағылдың бақты болыңдар. Ішкені қымыз болсын. Ішкені қымыз болсын. Жақсы. Рахмет. Сау болыңыз.